Армысыздар, құрметті ұстаздар, әдіскер ғалымдар, болашақ ұстаз болғалы жүрген студенттер. Менің YouTube арнама қош келіпсіздер. Бүгінгі YouTube арнамдағы дәріс тақырыбы оқу бағдарламасын дұрыс түсініп жүрміз бе деп аталады. Әлбетте, әріптестер, мен бұл тақырыпты жайдан жай таңдап алған жоқпын. Мұғалімдер арасында кері байланыстар алып жүрген кезде, сұхбаттасқан кезде түрлі сұрақтармен кездесіп қалып жаттық. Мәселен, бұл бағдарлама қазақ тілі әдебиетінің оқыту бағдарламасы өте қиын, ол үшін әмбебап болу керек, қозғамайтын тақырыбым жоқ дегенде мұғалімді кездестірдім. Енді бірі бағдарламада ұсынылған шығармалардың тілі өте ауыр деп наз айтты. Келесі бірі неге бағдарламада диктант жоқ, неге мазмұндама жоқ деген сауалды қойды. Келесі бір маман осы универде жүргенде осы бағдарламамен қалай жұмыс жасау керектігін үйретіп жібермеді ме екен? Әлі күнге қиналып жүрмін. Қазақ тілі мен әдебиетін оқыту өте қиын мен үшін деген еді. Енді бір топта ересек мұғалімдер, бұрынғы бағдарламамыз жақсы еді, 4 жыл университетте оқыған біліміміз жеткілікті еді, мына бір бағдарлама қиын деп ауыстыру керек, бағдарламаның ішінде грамматика мүлдем жоқтың қасы, қайта ескі бағдарламаны қолдайық деген пікірлер кездесіп жатты. Сенсеңіздер, әріптестер, оқу бағдарламасы өзі қандай, бізге дайын күнтізбелік жоспар келеді. Сонымен жұмыс жасаймыз деген әріптестерімді де кездестіргем. Ендеше, қадірменді ұстаздар, мен бүгінгі дәрісімде жалпы осы бағдарламаны көрмеген ұстаздар болса, сұлбасы осындай болады деп жалпы таныстырып өтейін. Және одан ары негізгі өзімнің тақырыбыма осы бағдарламамен қалай жұмыс істеу керектігін өз тәжірибеме сүйеніп түсіндіріп көрейін. Мінекей қазір алдарыңызда қолданыста жүрген қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы тұр. Бұл бағдарламаның бірінші тарауында, егер таныс емес мамандар, жас мамандар болса, студенттер болса, көріп біліп жүріңіздер, бірінші тарау жалпы ережелерден тұрады. Онда бағдарламаның мақсаты, жалпы алдына қойған міндеттері қандай екен айтылады. Екінші тарауда қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мазмұнын ұйымдастыру, әр сыныпта қанша сағаттан бөлінген, және ол жаңа оқыту пәнінің мазмұнын 5 бөлім құрайтыны, ол айтылым, жазылым, оқылым, тыңдалым атты, тілдік бағдар атты дағдыларды қамтитындығы туралы сипаттама береді. Алдарыңызда көріп отырғаныңыздай, үшінші тарауда оқыту мақсаттарының жүйесі берілген. Ең алғашқы тұрған ол сыныпты білдіреді. Одан келесі тұрған екі сан ол бөлім мен бөлімше, ал соңғы сан ол оқыту мақсаттарының реттік саны. Алдарыңызда мінекей тыңдалым дағдысына байланысты бағдарламада қамтылған оқыту мақсаттарының жиынтығы көрсетіліп тұр. Мінекей бірінші жалпы бөлімдер бойынша жалпы мақсат мінекей болжау, екінші назарын шоғырландырып тыңдау, сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасын түсіну. Тағы басқа кете береді. Ал төртінші көркем шығармаларды тыңдау, негізгі ойды анықтау, бесінші, алтыншы тыңдалым материалдары бойынша жауап беру. Міне осылардың барлығы әр сынып бойынша күрделеніп ары қарай тарай түседі. Әріптестер, мінекей келесі одан әрі айтылым, жазылым, оқылым, тыңдалымда осындай бағытта өрбейтін болады. Міне алдарыңызда айтылым дағдысы тұр. Айтылым дағдысы бойынша негізгі мінекей онда да 6 мақсат, әр мақсат сыныптар бойынша біртіндеп күрделене түседі. Дәл осы үрдіс мінекей тілдік бағдар бөлімінде де жалғасады. Мұнда да бірнеше оқу мақсаттары бар. Оларда әр сынып бойынша күрделене түсу принципімен жасақталған. Әріптестер, осы тұста айта кеткім келеді, тілдік бағдар бөлімі жалпы оқу бағдарламасын қайта қарар болсақ, толықтыра түсетін, реттей түсетін тұс деп өзім ойлаймын маман ретінде. Өйткені грамматикалық білімнің бірізділігі сақталмаған. Мысалы, бізде қазақ тілін екінші тіл ретінде оқыту кезінде бірінші септікті үйрету керек пе, әлде жіктікті ме, әлде тәуелдік пе, әлде ең алдымен көптікті үйрету керек пе? Міне осындай жайттар анықталмаған. Сондықтан осы жайттарды реттеп алғаннан кейін осы тұсты қайта қарап, қайта жөндеу керек секілді. Қалай ойлайсыздар? Менімен келіссеңіздер, кері байланыс бере отырыңыздар. Мәселені қараңызшы, 5-ші сыныпта жалпы есім беріледі ең алдымен. Одан кейін лексикалық мағынасы жағынан заттың түсін түрін білдіретін деп сын есімді береді.
жүйе қаншалықты дұрыс, одан кейін барып сан есім беріледі. Мен айтпақ болғаным осы. Әріптестер, енді бағдарламаның ішіндегі құрамдас бөлігі ұзақ мерзімді жоспарға келіп жеттік. Үлгі ретінде мен 5-ші сыныпты алып отырмын. Байқасаңыздар, осы сыныптың 1-ші тоқсанына 3 лексикалық тақырып берілген: отбасындағы дәстүр мен мерекелер, мектеп өмірі, әдепті бала, арлы бала және Қазақстандағы жан жануарлар мен өсімдіктер әлемі. Және әр лексикалық тақырыпқа қарайтын, әр лексикалық тақырып аясында игертілетін оқыту мақсаттары бөлінген. Мәселен, мінекей 5-ші сыныпта 1-ші тоқсанында 1-ші алғашқы лексикалық тақырыбы бойынша 9 оқыту мақсатын игерту жоспарланған. Алдарыңызда мінекей көрініп тұр. Тыңдалымға қатысты 2 мақсат, айтылымға қарасты 2 мақсат, оқылымға қарасты 2 мақсат, жазылымға байланысты 2 мақсат және тілдік бағдар. Сондай-ақ өздеріңіз көріп отырғандай, отбасындағы дәстүр мен мереке лексикалық тақырыбына Мұқағали Мақатаевтың «Тоқта ботам» өлеңі ұсынылған. Дәл осындай үрдіс мінекей 2-ші, 3-ші, 4-ші тоқсанда да қайталанып, толыққанды беріледі. Құрметті әріптестер, енді сіздердің назарларыңызды бағдарламаның ең маңызды деп табылатын құрамдас бір бөлігіне аударғым келіп тұр. Бұл мінекей көрсеңіздер лексика-грамматикалық минимум деп аталады. Әр сынып бойынша, әр сыныптағы лексикалық тақырып бар ғой, сол лексикалық тақырыпқа қарасты жиілік сөздікке сүйеніп құрастырылған лексикалық минимум берілген. Және осы тарауға қарасты игертілетін грамматика осы бетте ұсынылған. Шынын айту керек, көп жағдайда осы лексика-грамматикалық минимум назардан тыс қалып жатады. Мінекей жақыннан көрсеңіздер, мынау үлгі ретінде 5-ші сыныпқа арналған лексика-грамматикалық минимум мінекей отбасындағы дәстүр мен мерекелер тақырыбына арналған балалық, шақ, ата-ана, жәрдем, күлкі, қария, дәстүр деп кете береді. Міне осы тізімдемедегі сөздерді өзара топтастырып, мәтін құрауға негіз болатындай етіп топтастыруыңызға болады. Міне осылайша әр сабағыңызға шақтап, арқау етіп алуыңызға болады. Енді бұл тақырыпты кеңінен әлі де айта түсу керек, басқа дәрістің еншісіне қалдырайық. Көріп отырғаныңыздай ең азы 17-18 сөзден ең көбі максимум 30 сөз қамтылған бір лексикалық тақырыпқа байланысты. Менді әріптестер, менің тыңдаушыларым, енді мен өзімнің негізгі мақсатыма көшкелі отырмын. Үлгі ретінде 5-ші сыныптың қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқыту бағдарламасын алып отырмын. Нақтырақ алған кезде мен сізге 1 тоқсан аясында түсіндіріп өтейін. 1-ші тоқсан отбасындағы дәстүр мен мерекелер тақырыбы. Мінекей 1-ші тоқсанға оқу бағдарламасында 45 сағат бөлген. Яғни 1-ші тоқсанның ішінде 3 лексикалық тақырып бар. Оларды өту үшін 45 сағат бөлінеді. Демек, оның 1 сағаты тжб. Сонда бізде қалады 44. Осы 44-ті біз 3-ке бөлеміз. 3-ке бөлген кезде бір тақырыпқа 15, қалған 2 тақырыпқа 14 сағаттан шамамен шығады. Алдарыңызда менің өзім ұстаз ретінде жасап алған өзімнің күнтізбелік жоспарым десеп айтуға болады. Үлгімді ұсынып отырмын. Қараңыздар, мінекей 1-ші сабақ менде тыңдалым және оған негізгі тақырып оқу мақсаты тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау болады. Және оған айтылым оқу мақсаты қосалқы, қосымша жүріп отыр. Бірақ негізгі мақсат менде тыңдалым. Негізгі игертілетін, қалыптастырылатын дағды тыңдалым. Бұдан кейін оқылымның оқу мақсаты кетеді. Оған грамматикалық білім, яғни тілдік бағдар қосымша жүріп отырады. Келесі 3-ші сабағымды тілдік бағдарға арнаймын. 4-ші сабағым айтылым, 5-ші сабағым жазылым, 6-ші сабағым қайтадан тыңдалым, 7-ші сабағым тілдік бағдар, 8-ші сабағым айтылым деп осылай берілген барлық 9-10 оқыту мақсатын әр сабаққа арқау етіп, 2 мәртеден, кем дегенде 2 мәртеден қамтып шығамын. Және өздеріңіз көріп отырғандай, әр сабаққа тиесілі сөздік қор, яғни лексикалық минимум көрсетілген. Іздер салып қараңыздар. Қарамен берілгендер ол негізгі жаңа сөз ретінде енгізілген осы сабаққа сөздер, ал қызылмен берілгендер алдыңғы сабақта өтіліп, бүгінгі сабақта беки түсетін сөздер. Міне осылайша 2-ші, 3-ші сабақ, 4-ші сабақта, оның алдыңғы 2-ші, 1-ші, 3-ші сабақтар да енгізілген жаңа сөздер қайталанып барып, жаңа сөздер еніп отырады. Осылайша сөздік қор ұлғая түседі.
Соңғы 14-ші сабағымды пысықтау деп аламын, 15-ші сабағымды бөлімді қайталауға арнаймын. Менің айтқым келіп тұрғаны лексикалық қор және грамматикалық білім болсын, олар бірізділік принципіне бағынып меңгертілуі тиісті оқушыларға. Сол кезде оқушылар алатын білімді аңғарусыз оңай қабылдап алады және жаттап жүрмейді, кәдімгідей бойларына сіңіреді, санасына сіңіріп алады және қиындық тумайды. Білетін білімдердің негізінде жаңа білімді енгізсеңіздер, білім өте жүйелі және нәтижелі болады. Осы айтып өткендерімді қорыта келетін болсақ, бірізділік принципіне негізделген білім берудің нәтижесінде сөздік қор оңай толығады. Тақырып аясы кеңейді, лексикалық тақырыбымыздың. Тілді қолдану білігі қалыптасады оқушыларымыз. Берді дағды қалыптасады. Сабақаралық байланыс орнайды. Пәнаралық байланыс орнайды. Жеңілден күрделіге қарай даму үрдісі орын алады. Айта берсек, артықшылықтар өте көп. Ешкімнің ұсынған күнтізбелік жоспарына сүйенбей, өзіңіздің қолыңызда бар материалдарға сүйеніп, осылай сабағыңызды жүйелеп алсаңыз, сөздік қорларыңызды әр сабаққа белгілеп алсаңыз, осы тақырыпты қайткенде мен нәтижелі игертемін деп жоспарлап алсаңыз, сіздің сабағыңыз міндетті түрде нәтижелі болады. Оқушыларыңыз міндетті түрде жетістікке жететін болады. Осы үлгіні басшылыққа алып, өз сабағыңызды жоспарлап, күнтізбелік жоспарыңызды құрастырып көріңіз. Одан кейін сіз кез келген оқулықты талдауға дайын боласыз. Кез келген оқулықтың артықшылығы мен кемшілігін тануға мүмкіндік аласыз. Және өз тәжірибеңізді шыңдап, болашақтағы жоспарларыңызды әдемі құратын боласыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келелі мәселелерді талқылайтын келесі дәрістерімізде жолыққанша аман болайық. Сау болыңыздар.